Hayırlı gün kadirli kavim. Armısızlar janı jaysan жүрегі жомарт ел аналары мен ағалары. Болашақта еліміздің өркендеуіне білімді жастар ғана биік асулардан аса алатын ересек балалары мен аналарға жасаған қамқорлық елімізге еселеп қайтатыны анық. Ертерегі ертеңіміздің кепілі болған жас ұрпақ қазіргі уақытта қамқорлық пен қолдауға мұқтаж болған, көңілдерін шер, қабақтарын мұң басқан, әр адамның қайырымдылық, алақандарынан жылулық сезім күтетін Жусупова Раушанның ізгі ана атты жеке шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Ағайындар, орта яқын атам айтқандай, көнелерден өнеге келейген, айтпаса сөз атасы өледі екен. Бір жас жігіт анасын арқасына салып ап меккені көреді екен. Және анасын түсірмей арқасынан аман есен еліне келеді екен. Содан кейін анашым, мына менің қарызым өтелді ме деген екен. Сонда анасы бұлай деп сөз айтады: балам-ау, бір түнгі ұйқымды осылай өтеп тұрсын дейді көкем. Жырламасам жалған-ау ақындығым, өлеңменен өрейін ақылдығым. Көрінгеннің бұйынан табылмайтын аналардың жазайын батырлығын. Ойыма өткен уақыт оралады, кім сірә аналардай бола алады. Ағайындар, Аллах тағалам Хауа анамыздан бастап әйел кісіні ұлық өсім етіп қойған. Ана ерді күтуші, бала қамқоршысы, елдің көркем гүлі. Бар байлығым хан, бақытымыз ана мен бала, мәбилия, айыла. Өйткені бақытымыздың баяндылығы ана және баламен өлшебек. Сахна төріне қазақтың қара домбырасын арқалаған Жусупова Раушанды аралым айдың шалқарым термесімен ортаға шақырамыз. Дуғыл шапақ қойыңдар. Құрметті ақжаулықты аналар, кішкентай бүлдіршіндер, Сыр ауданының мәдениетінің ауыл көркем қыздары және жігіттері бүгінгі ізгі атты жеке шығармашылығыма осындай концерт болады, осындай әйел келеді баласымен деп келгендеріңізге көп сіздерге қуанамын және сіздерге рахмет. Аралмайдым шалқарым дейді, бірінші өзімді таныстырайын термеменен. Аралмайдым шалқарым Әбілхан Махамовтың сөзіне жазылатын терменде орындаймын. Өзіңнің кім екеніңді, қай жерден шыққаныңды, қай жерге келгеніңді махамға салып домбырамен қазақтың әдемі осындай инструментімен орындап берейін ағайындар. Сіздер ой пілеулеріңіз бер отырсаңдар.
Шалқарын Әбілхан Махамовтың сөзінде жазылған. Қарсаңыздар. Ана заманда осы біздің әйел затымызды қазақтың қыздарын қорлап жатқан кезде Тұрмағанбет Ізлеу бабамыз ол кезде орыс басқарды, сол кезде біздің аналарымызды, әйелдерімізді қорламаңыздар деп, сол аналарымызды қорғау мақсатында шыққан тәлім деген термен қарсы алыңыздар.
өмірмен қоштасып ана дүниеге кететін кезде шығарып кеткен өлең екен, маған аманат болып кетті ағайындар. Осы ана қарызы деген, осыны бір Сырдидар деген қалада біздің редакторымыз бар, соған шығаршы қызым ау деп. Содан осы өлеңді шығарам деп жүргенде, жаттап сол кісіге апарам деп жүрген кезде, әкем өзі мүгедек кісі еді, сол дүниеден озды. Оған да шүкіршілік етеміз ағайындар. Сол енді әкеміздің аманатын сіздерге орындап берейін. Мынау халық, сіздер отқан Алласыздар. Алланың 99 есімі бар. Соның ішіндегі әл-халық деген қазақ тілге аударған кезде халық деген ғой. Сол халық, мынау Алласыздар. Біз Алланың алдында ешқашанда өтірік айта алмаймыз. Сондықтан да осы ана қарызын сіздерге қазір қағазға қарап оқимын. Осы орындап берейін ағайындар. Тағы да бір шапалақтарыңыз болса. Әдемі билерім бар. Бірыңғай домбыраны айта бере ма деп қашанда балапандар. Қазір осы әнмен тоқталам, содан кейін менде әдемі би бар. Сіздер сол биге қуанышты боласыздар деген мен көңілдемін. Өнерден өнеге керек екен, айтпаса сөз атасам өледі екен. Бір жас жігіт анасын арқасында салып ап неккеніп көреді екен. Және анасын түсірбей арқасынан аман есен еліне келеді екен. Содан кейін анашым мына менің қарызым өтелді ме деген екен. Содан кейін анасы сөз айтады, балам-ау бір түнгі ұйқымды осылай көтеп тұрсың дейді көке. Шырламасам жалған-ау ақындығым, өлеңменен өрейін ақылдығым. Көрінгеннің бойынан табылмайтын аналардың жазайын батырлығын. Бойыма өткен уақыт оралады, кім сірә аналардай бола алады. Бір ана жанына ертіп ер баласын, жаз бойы тауда етіп шөгірады. Өмірдің ақ қарасын кім жеңеді, пендеге берер сияу тоқтамасын. Шапқан шөбі қыстау жатқа жетпей қалып, жеткізетін көлік ау болмағасын. Осылай күн аратынан күн өтіпті, түздегі шөптігімдер күзетіпті. Бір күні қар үстіне шана жегіп, атты жігіт өзін ұр етіпті. Ұрыны жошбай бір адам көріп, анаға келген екенін хабар беріп. Ыза менен ұрыны қуады ана, ашу қысса боламау адамда еріп. Көп ұзамай ұры менен қауышады, ашу бар сабырау тауысады. Шананы тартып алып қолға беріп, өз ұрымен қауіппенен қауышады. Құдірет-ай бұл жайды кім еледі, ананың жалғыз ұлауы тірегеді. Ұрыменен алысқан ерлік және перзентіме қалсын деген тілегеді. Анасы сірәдәк зат бақта бар ма, сондықтан ұлық еткені хақта қалай. Өмір қиюға-дау әзір жанның, алдындағы борышына уақталар не. Өмір қиюға-дау әзір жанның, алдындағы борышына уақталар не.
Мен сендерге қарамай ойыма тағы бір ақын келіптір. Мен қазақ қыздарының қайран қалам, жанары жаны жайсан жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөз бар, қапсыз қалай айтқан қайран бабам. Өзінің би өнерімен барша жандарды таң қалдырып жүрген Юсупова Раушан сахна төріне шақырамыз. Аққу биі. Сахна төріне Динара Жәкешова орындайтын әні Гүлім. Thank you.
Ду қол шапалақ. сахна төріне Жүсупова Раушан, өзбек биі, ду қол шапалақ.
армысыздар бүгінгі осындай керемет кешке алтын уақыттарыңызды бөліп келген барша көрермендер, сіздерге тағы да мың рахмет. Олай болса келесі әнім осы жердегі барлық әкелердің құрметіне арналады. Қабыл алыңыздар.
үшін рахмет өмір. Әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін рахмет өмір. Бар жоққа бөлінбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін рахмет өмір. Әкең деп айтатын ана
Жүсіпова Раушан Өндіби қарсы алыңыздар. Динара Шакешова.
ересектер осындай игі іске қолдау көрсетіп жатса құба-құп емес. Өмір деген тәтті екен, әрқашан да қуанышпен мұңменен қарсы алаңда. Мен өмірді сүйемін пәк жүрекпен, күресуге үйренем шат жасамда. Бала жүрек риза жаратқанға, жарқыраймын әр күні таң атқанда. Қиындыққа мойымай қарсы тұрып, мен өмірді сүйемін әрқашанда. Ертеңге талпыныс, болашаққа бағдар игі іске ұмтылыс, адамзатқа тән құбылыс. Ендеше көп болып асыл арманымыз қол салған Жусупова Раушанға сүйеніш болып, қолымыздан келген көмегімізді аямайық. Бала сенімнің нық болуына қадам жасайық. Шерменде болған жүрек шуылы, сәулесіне шашқан жаны жандарға қол үшін береміз деген ыстық ықыластарыңыздан, бақ ойларыңыздан, саналы сезім мұқтаж жандарға қамқорлығын аямаған, сіздерден мейірімді ел даналарынан алаңның нұры жаусын деп Сырдария аудандық мәдениет саласын ардагері Оспанова Раушан апамызды сахна төріне шақырамыз. Жеке шығармашылық кеші өте жоғары деңгейде өтті. Рахмет сіздерге, Раушан, саған шығармашылық табыс тілеймін. 10 сауық сағынан өнерің тамған екен. Қалалық мүгедектер қоғамына да жаңағы ұйымдастырып жатырғанына көп рахмет. Өте жақсы демалып, қайттық. Шығармашылық табыс тілейміз. Тереңөзектің тұрғындары, сіздерге айтарымыз алғысымыз шексіз. Бізді қарсы алып осылай біз өзіміз ұйымдастырып аналардың көңілін көтерейік, шамалы біздің аналарымыз демалсын деп осы концертті ұйымдастырған жайымыз бар. Сол үшін келгендеріңізге рахметімізді айтамыз. Раушанға да рахмет айтамыз, Раушан апама да рахмет айтамыз. Бір жағынан Тереңөзектің әкіміне де, замдарына, театрдың бастықтарына бізбен атсалысып осы бір апта жүгіргендеріне мен рахметімді басымды иіп сіздерге рахметімізді айтамыз. Осымен ізгі ана атты кешіміз тамамдаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Келесі суретке түсейік.